Қазақ-Ойыл бекетіне бара қалсаңыз, филиал басшысы немесе топ менеджер сізге жанармай құйып беруі бек мүмкін. Өйткені компанияда ынтымақтастық күн өтті. Акция барысында орталық аппарат қызметкерлері, негізінен басшылық лауазымдағылар, бекеттің бір күндік жұмысын атқарады. Кассада төлем қабылдайды, операторлық міндетті атқарады, тіпті тазалыққа көмектеседі. Әріптесім жалғайды. Жасын Ташкеев Петро Ритейл компаниясында 6 жылдан астам уақыт қызмет етіп келеді. Қазіргі лауазымы қаржылық директор. Десе де бүгін Қазақ-Ойыл бекетінде жанармай құйып жүр. Ол бекерден бекер емес. Дәстүрге айналған акцияға үлес қосу. Мұндай шара қызметкерлер жүктемесін бағалап, қай жерде қандай көмек керектігі, қай бекетте адамдар көбірек не аз келетінін анықтауға мүмкіндік береді. Наш персонал знает, что здесь задача не состоит, чтобы мы их там контролировали, проверяли, наказывали. Да? Здесь как раз таки для того, чтобы непосредственно понять все те процессы, которые разработаны, они правильно работают, нужно ли где-то какие-то корректирующие мероприятия проводить. Здесь основная проблема, что бывают заторы, некоторые клиенты едут против движения. Для этого решения было придумано здесь добавить длинные шланги. Компания клиенттермен жүздесіп, жүргізушілердің жанармай сапасына, жақсы қызмет пен ыңғайлы жерге байланысты лебіздерін тыңдау бізді одан әрі шабыттандырады дейді мұндағылар. Керек болған жағдайда жұмыс уақытын өзгерту, түсетін тауарлар санын арттыру не азайту сынды шешімдер қабылдауға түрткі болады. Также речевая аналитика, насколько я помню, была внедрена как раз-таки после Дня солидарности. Это устройство, которое отслеживает, прослушивает все то, что говорят наши кассиры, как они общаются с клиентами, то есть выполняются ли скрипты, предлагаются ли дополнительные товары, ну и в целом, насколько вежливо, насколько согласно стандартам нашего сервиса проходит коммуникация клиента с нашим сотрудником, с лицом нашей компании. Айта кету керек, қазір ел бойынша 380-нен астам Қазақ-Ойыл жанармай құю бекеті бар. Барлығында дерлік ынтымақ күні аталып өтті. Арна Дүйсен, Асқар Айткенов, Атамекен бизнес арнасы.